Баршаларыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Барлықтарыңызды келе жатқан Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Бүгін сіздермен тары чизкейк рецептімен бөлісетін боламын. Алдымен бізге тарының үстіне ыстық сүт құйып, жарты сағатқа бетін жауып қоя тұрамыз. Одан кейін талқан, қант және сармай қажет. Сармайымызды ерітіп, үстіне қант қосып, талқанға қосып, жақсылап араластырамыз. Талқаның орнына сіздер үгітілген печенье алуларыңызға болады. Мен осындай форма алдым, бұның диаметрі 20 см. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Осылай астын фольгамен ораймыз. Және дайын талқанымызды астына сеуіп, жақсылап формасын келтіреміз. Енді начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр қажет, қант қажет. Жақсылап араластырып аламыз. Блендерді қолданбаймыз. Және үстіне жұмыртқа қосып, жақсылап араластырамыз. Үстіне сливкемізді, клегейімізді қосамыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Үстіне дайын тарымызды қосамыз. Тарымыз сүтпен әрекеттесіп ұлғайды көлемі, және жақсылап араластырамыз. Біз чизкейкті 130 градуста 1 сағаттай пісіріп аламыз, және одан кейін толықтай суытып 4-5 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Достар, егер де бұл рецепт сізге ұнаса, комментарий бөліміне кіріп, комментарий қалдыруларыңызға болады. Бұл рецепті сіздер Наурыз мейрамына отбасыларыңызды қуантып дайындауларыңызға болады. Менің каналымда өте көп қызықты ыстық тағамдар, салаттар, торттардың рецепттері бар. Егер де сіздерге ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазуларыңызға болады. Келесі көріскенше.